Сізге қазақ тілі ұнай ма? Бұл менің таңдауым болды деп айта алмаймын. Шабытты идеяны қайдан аласыз? Бәрі өмірден алынған. Алеке, осы сіз видео түсіргенде жалықпайсыз ба? Как ты относишься к этому? Вот такой будет и приход. Қазақтың қандай салт дәстүрі немесе дүниесі қатты ұнайды? Бәрі ұнайды маған. Сізді танымал еткен домбыра ма, әлде басқа қырыңыздан ба? Мә, осындай сұрақты маған балалар қояды деп мен ойламадым негізі. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін сендермен бірге мен, Алихан Рзахан және Мен Аруна Айболқызы. бүгін біздің отандасымыз Алексей аға. Ассалаумағалейкум. Сәлем, балалар. Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Өткен жаңа жылыңыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Ағай, бізге қонаққа келгеніңізге қуаныштымыз. Сіз сөйлескенде, сұхбат бергенді ұнатасыз ба? Я, мен негізі көп сөйлеймін. Мен тоқтату қиын, мен егерде бастасам все. Шалқысап мен отырам, әңгіме айтып. Әлеуметтік желіде өте белсендісіз, түрлі видео түсіресіз. Шабытты идеяны қайдан аласыз? Шабытты қайдан аламын? Өмірден бәрі алынады. Маған кейде жазады, сіз мысалы видео түсіру үшін сіз арнайы бір сценарий жазасыз ба, сізге бір көмектесетін адамдар бола ма деген сияқты. Жоқ, ондай адамдар жоқ. Бәрін өзім түсіремін, сценарий ішіне жазбаймын, өйткені бәрі өмірден алынған. Әрине, енді кейде ойланасың, ол мен үшін уже жұмыс болып кеткен ғой, уже Инстаграм. Күнде видео түсіру керекпін. Бір күн түсірмесем, уже кішкене көңіл күйім жоқ болып кетеді. Сосын тағысын басқа, өйткені жұмыс болып кеткен ол мен үшін. Бәрін өмірден аламыз, соны бәрін видеоға түсіреміз. Біреуі өтеді Инстаграмда, көп просмотр жинайды, біреуі өтпейді. Бірақ тоқтамаймыз, түсіреміз видеоны. Алеке, осы сіз видео түсіргенде жалықпайсыз ба? Кейде жалығамын. Мысалы, жуырда Америкада болдым. Бәрі қызық қой, Америка қалай. Бірақ мен өзім негізі сол жерге демалуға барамын. Бірақ енді мен демалуға келдім деп, мен енді телефонды өшіре алмаймын. Бәрі күтіп тұр, бәрі біледі ғой, мен Америкаға кетіп қалдым. Бәрі күтіп тұр, қалай видеоны түсірем, не көрсетейін деген сияқты. Кейде болады сонда енді ешне түсіргің келмейді, бүгін жай жатқың келеді, демалғың келеді. Бірақ бәрібір де түсіресің, уже машинально, уже хочешь не хочешь, по-любому телефонды аласың, түсіресің соның бәрін. Кейде, мысалы, ауырып жатасың. Ауырғанда вообще ничего не охота делать. Жай жатқың келеді. Бірақ бәрібір де өзіңді тұрғызасың да сол видеоны түсіресің. Өйткені қайталап өтейін, ол мен үшін уже жұмыс болып кеткен. Сосын вот орысша айтқанда, как ты относишься к этому? Вот такой будет и приход. Енді мен жарайды, бүгін түсірмеймін, ертең тоже түсірмеймін, что-то көңіл күйім жоқ, 3 күннен кейін түсіремін. Солай сосын басқа да адамдар маған қайды. Что-то несерьезно. Или мысалы сол Инстаграм түсіріп жатқан видео маған табыс әкеледі ғой. Поэтому это постоянство должно быть. Бір бастадың ба, соны күнде жасау керек, күнде жасау, уже привычка болу керек соны. Күнде сол видеоны түсірсең, күнде осы жұмысты атқарсаң, соответственно, и жақсы ақша келеді сол үшін. Көпшілікке мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездескеннен кейін таныла бастадыңыз. Сіздің өміріңізді ол қалай өзгертті? Негізі президентке дейінде енді кішкене танымал болдым. Әрине, енді президентпен видео түсірген соң, оны енді бүкіл жерге тарайды ғой соның бәрі. Мен ол видеоны түсіргенде, мен негізі ешкіммен ақылдаспадым. Осындай видео түсіргім келеді. Өйткені мен білемін, мысалы, осындай қазір идеяны оларға әкелсем, олар сосын 1045 сұрақ қояды. Қандай видео түсіргіңіз келеді, не айтқыңыз келеді, ақыры сосын вообще түсіре алмай қаламын. Сондықтан мен ешкімге айтқан жоқпын. Содан енді шара бітті, бәріміз общий фотоға кеттік. Фотоға түстік. Бізге алдын ала айтты, фотоға түсесіздер, сосын барлықтарыңыз осы залға кіресіздер. Президент басқа жаққа кетіп қалады. Бірақ бәрі сол залға кетіп қалғанда, мен наоборот президенттің артынан жүгірдім. Бәрінде шок. Как так? Енді білмейді ғой, ойымда не бар, басымда не бар. Сосын жақындадым, айттым, президент мырза, сол сізбен видео түсіруге бола ма деп. Я, давай түсірейік деп. Все, түсірдім осы видеоны. Маған айтты, өз телефоныма түсірмедім соны.
өйткені ақордада сол бәрі болды, телефон кіргізуге болмайды сол жерге. Сосын көмекшілерінен бір сол телефонды алдым, түсірдік сол видеоны. Ол видеоны маған сол күні жіберді, бірақ бірнеше сағаттан соң біз соны зерттейік, көрейік қалай не шыққанын. И все, жібердім, маған ол видеоны маған айтты, бүгін жібермеңіз, ертең соны инстаграмға жүктеңіз. Бірақ мен я чувствую, что это залетит, көп просмотр болады. Президентпен енді екінің бірі түсіріп жатқан жоқ қой видеоны. И все, соны инстаграмға жібердім, көп просмотр жинады. Ол видео өмірімді бір өзгертті деп айта алмаймын. Әрине, мен үшін ол үлкен мәртебе, үлкен жетістік президентпен видео түсіру. Бірақ өмірімде бірдеңке өзгерді, маған пәтер берді, машина берді деген ондай әрине болған жоқ. Енді бәрі ойлайды ғой, президентпен тикток түсірсең, обязательно саған бірдеңке береді деп. Ешне берген жоқ. Вот осылай. Сізге қазақ тілі ұнай ма? Неліктен қазақ тілін үйреніп бастадыңыз кішкентай кезіңізден? Қазақ тілі ұнайды әрине. Бұл менің таңдауым болды деп айта алмаймын. Қазақ тілін маған бала кезімнен апайларым, ұстаздарым үйретті. Мен сонда даже ойлаған жоқпын, қай тілде сөйлеп жатырмыз, неге қазақ тілін үйреніп жатырмыз. Баламыз ғой енді. Бірақ еш өкінбеймін. Өйткені бәрі қазақ тілінің арқасы ғой. Қазақ тілі, домбыра. Сол қазақ тілі көп жолдар маған ашты. Мен мәңгі айтам, мен өзімнің достарыма, басқа ұлттың өкілдеріне жаттаңыздар, үйреніңіздер қазақ тілін. Елімізде ол жақсы, қатты бағаланады мысалы. Мен мысалы бәрі таңғалады, ойбай бір қазақша сөйлеп жатыр. Мен мысалы бала болғанда қазақ тілінде сөйлегенде бәрі таңғалатын. Мен ойладым, мен жарайды енді бір 10 жылдан кейін басылатын шығар сондай. Бірақ уже қанша 20 жыл почти да өтті, бірақ сонда да бәрі таңғалады. Бір орыс қазақша сөйлеп жатыр деп. Мысалы, сіз орысша сөйлейсіз ғой, ешкім таңғалмайды ғой. Вот. Мен білмеймін неге бәрі таңғалады, бір орыс қазақша сөйлеп. Қазақстанда тұрып жатырмыз. Қазақ тілін білу керек. Бірақ маған кейде айтады, енді сіздер Қазақстанда тұрып жатсыздар ғой, міндеттісіңдер деп маған айтады. Мен сол сөзбен келіспеймін. Неге? Өйткені кейбір қазақтардың өздері сол қазақ тілін білмейді. И соны басқа ұлттарға міндеттеу менің ойымша дұрыс емес. Мысалы, мен если тамырынан алатын болсам, мен өз ана тілімді білемін, орыс тілін. Әрине енді көбіне қазақ тілінде сөйлеймін, бірақ дегенде өз ана тілін білемін. Ал өзінің ана тілін білмейтін жерлестеріміз қанша. Кішкенеден кейін қазаққа үйленесіз бе, немесе басқа ұлттың қыздарына ма? Мә, осындай сұрақты маған балалар қояды деп мен ойламадым негізі. Мен негізі ұлтқа қарамаймын, адамның түсіне қарамаймын. Басты жақсы адам болса болды ғой. Мен жуырда ғана Америкада болғанда мен сондай видео түсірдім. Мысалы, Америкаға мен не үшін көшіп кеткім келеді деп. Әрине мен қазір басымды бұрып кетіп қалмаймын сол жаққа. Не үшін? Өйткені ол жерде ондай сұрақты қоймайды. Өйткені әр адам өзінің жеке шекарасын бағалайды, қорғайды деген сияқты. Қазаққа үйленем ба, орысқа үйленем ба, бәрі сондай сұрақ қояды ғой. Мен кейде әзілдеп айтам, енді әлемде қазақ пен орыстан басқа ұлт жоқтай. Қанша мүмкін вообще бір Африканың қызын алам. Вообще бәріне шок болсын. Вообще неожиданно болсын. Сол Африкаға кетіп қалам, солада қазақ тілін үйретіп. Поэтому все возможно. Басты мен үшін жақсы адам болса болды. Сізге қалай сөйлейін? Алексей, Леша, Алеке? Вот как тебе удобно? Өзіңізді Алексей Ладончиков немесе Алексей Қайықбаев па атаған қалай? Негізі мен енді паспорт енді құжат бойынша мен Алексей Лодочников. Бірақ енді уже қанша жыл өтті, мен енді есімде жоқ. 15 жылдай точно өтті. Өзімді Алеке Қайықбаев деп. Енді Лодочников қазақшаға аударсаң Қайықбаев деп аудардым. Сол енді Қайықбаев деп жүрмін. Мен даже көшеде бір қоғамдық орындарда танысам, мені Алексей Лодочников деп айтады. О, Қайықбаев деп маған айтады. Да, уже личный бренд сол қалыптасқан, уже бәрі мені Қайықбаев деп біледі. Қазақтың қандай салт дәстүрі немесе дүниесі қатты ұнайды? Менің ойымша шапан ұнайтын сияқты. Шапан негізі барлық дәстүрлер ұнайды. Қандай ұнайды? Ойланайық. Өзіңізге қандай ұнайды? Маған қазақтың ұлттық тағамдары ұнайды.
бешбармақ. Ну это понятно, да. Мен даже Америкаға барып келгенде қазақтармен кездестім. Америкада отырып бешбармақ жедік. Ойлаңыздаршы, вообще күшті. Қазақтың тағамдары өте ұнайды. Наурыз маған ұнайды, мысалы. Жаңа жыл маған наурыздан қарағанда көбірек ұнайды. Өйткені енді жаңа жыл, оны бүкіл әлем оны тойлайды, бір сиқыр күтесің, хотя уже бала емессің, мысалы, бірақ сонда да енді. Бірақ наурыз енді тоже үлкен бір той секілді, соны күтесің. Онымен қоса сосын қанша 5 күн дем аласың. Вообще күшті ғой. Бәрі ұнайды маған. Қазақтың тағамы да ұнайды, киімі де ұнайды. Мен мысалы бүгін осындай кішігірім енді шапанда келдім. Ұнайды, қазақтың бренді Global Nomad деген. Сізді танымал еткен домбыра ма, әлде басқа қырыңыздан ба? Мен негізі домбырада өзінің жақсы бір септігін тигізді, бірақ мені танымал қылған менің әзілім. Мен қалай танымал болдым? Мен сіздерге айтайын. Мен негізі өзімді прям танымал деп мен есептемеймін негізі. Өзім Павлодарданмын. Где-то қай жыл болды ол? 2020 жыл. Мені Астанаға шақырды. Сізді жұмысқа алғымыз келеді, келіңіз, бір аптаға стажировка өтесіз. Мен келдім. Енді Павлодар мен енді Астананың ара қашықтығы енді үлкен емес, бірақ климаты енді өзгеше, Ол жаз айында мен келдім. Бірінші күні жаңбыр болды, екінші күні жел болды, тағысын басқа. Енді Астана сондай ғой енді. Мен келдім, бір футболкамен келдім. Күшті енді Астана қыдырамыз, жаз, достарыммен кездесем деп солай. Енді бір апта осында стажировкаға келдім. Міне бір кездесейік десе жаңбыр жауып кетеді. Міне кездесейік десе тағы да бірдеңе болып кетеді. Уже ертең Павлодарға қайту керек, жаңбыр жауып кетті. Сосын мен просто телефонды қолыма алдым да, осы Астана қонақ жайлығы 0, мынау не ауа райы, Астанаға жазда гамажбен келу керек деп енді сондай видео жаздым да тиктокқа жібердім. Вообще ойлаған жоқпын, что видео көп просмотр жинайды деп. Просто алдым да жібердім болды. Вообще ұмыттым сол видео туралы. Сосын бірнеше сағат өтеді, маған бір адам жібереді, 2 адам, 3 адам жібереді. Сосын кринж не болады сол жерде. Уже 3-4 сағаттың ішінде 2 миллион просмотр жинады ол видео. Сосын маған ЗТБ жазады, Тенгриню жазады, енді үлкен пабликтер, порталдар жазады, видеоны сынады. Біз ол видеоны өзіміздің әлеуметтік желілерімізге салсақ бола ма? Әрине салыңыздар. Мені танымал қылған осы видео. Сосын көп просмотр жинады, 3 тәулікте уже 15 миллион просмотр жинады, адам жазыла бастады. Мен бұған дейін, мен негізі бала болғанда, сендер сияқты, менің арманым болды танымал болу, жұлдыз болу. Бірақ қалай танымал болам, немен танылам, мен ол жағын білмеймін. Бірақ мен точно білдім, что мен танымал болам. И каждый раз мен өзіме сұрақ қойдым, қалай танымал болсам екен, осы инстаграмым бар, кішкене енді подписчигім бар, бірақ олар енді кішкене әлсіз, лайк қоймайды, ешне істемейді, қалай соны бір ахват жинап, не істесем болады. Каждый раз өзіме осындай сұрақ қоям, бірақ жауабын таппаймын. Ал осы видеоны жазғанда просто жібердім вообще, ешқандай ой болған жоқ, просто түсірдім да жібердім. Жаңа айқайым сондай болды ғой. И солай просмотр жиналды, подписчик келді, и сонда мен өзімді міне қалай мен танымал болам. Менің әзілім бар. Мен орыс ұлтының өкілі, қазақ тілін білем. Елімізде ол бағаланады, құрметке ие. И осының арқасында мен өзімнің жеке брендімді дамытам, подписчик жинаймын, просмотр жинаймын, видео салам. Солай ақын мен бірнеше видеоны салдым, үлкен жақсы бір просмотр жинаған. Оның ішінде сол президентпен де түсірген видео бар. Вот осылай. Леха, братан, егер сіз өз бір бизнесіңізді бастайтын болсаңыз, қандай болатын еді? Мысалы, киім бренді, немесе дәмхана, тағы да басқа. Ол туралы ойланып көрдіңіз бе? Мен негізі бизнеске жағамды емеспін, кажется. Мен бірнеше рет бизнеспен все болды, айналсам. Ақшам бар, мне жай құртқанша бір жерге салу керек сол ақшаны, істеу керек бірдеңке. Солай бірнеше рет бастадым. Алғашқы бизнесім, енді бизнес енді қатты айтылған шығар, енді жасым ол кезде 15-те. Түркістанға шақырды бір сериалға түсуге. И
сериалда енді базар көп қой сол жерге. Мен сол базарға барам, всякие қыздарға заколка алам, ұлдарға тағысын бірдеңе, соның бәрін алып алам, соңғы бар ақшама. И соны Павлодарға келіп 3 есе сатам, короче. Павлодарда мысалы ол резинка Түркістанда қыздарға арналған 5 теңге тұрса, ол кезде Павлодарда ол резинка 20 теңге тұрады. Мен оны 15 теңге Павлодарға келіп сатам. Әрине мен көп ақша сол жерде тапқан жоқпын. Каждый раз вот сол бизнеспен айналысайын, ақша табайын деген где-то 5 жыл бұрын, жоқ 5 жыл емес, 3 жыл бұрын өзімнің футболкаларымды шығарайын деген. Енді сондай тоже давайте бизнес жасайық. Там өзіміз отырып деген атаулармен, қазақпыз ғой деген соның бәрін арнайы дизайн жасап, соның бәрін тіктірдік, істедік. Бірақ мен енді шынымен де мен тек сонда ғана түсіндім, мен уже чисто қазақ болып кеттім мен. Өйткені мен қанша 45 футболка шығардым, ананың туған күні давай мынаған сыйлайын футболканы. Ананың тойына бара жатырмысың, давайте футболка сыйлайық. Солай вообще түк сатқан жоқпын. Бәріне сыйладым ол футболкаларда, ақшам кетті әумин. Поэтому я думаю, нет, бизнес это не мой. Мүмкін алдағы уақытта бизнеспен айналысатын шығармын. Бірақ мен кажется киім сондай. Маған өзіме ұнайды. Ұлттық нақыштағы киім, сондай бір стильный, модный деген сияқты. Мүмкін болады. Қалай аталатын еді? Қалай аталады? Так. Сол жағын мен ойламадым. Алеке бренд. Алеке братан болсын ол. Сіз бірінші болып келесіз. Бұйыртса. Да. Астананың ауа райына привыкнуть ету қиын болды ма? Жоқ. Мен енді өзім Павлодарданмын ғой. Ұқсас қой сәл. Астанада жел ғой. Павлодарда ондай қатты жоқ. Ондай қатты жел жоқ. Айтады ғой, адам бәріне ко всему привыкает. Нормально. Бәріне үйренеді. Нормально. Африка емес біз ғой енді. Нормально. Бізде қыз бар, жаз бар, күз бар, бәрі бар. 4 мезгіл. Бәрі бар. Вообще бақыттымыз. Қазақша кітап оқисыз ба? Вообще кітап оқымаймын. Мүлдем. Вообще оқымаймын. Қызық емес маған. Мен болды сондай уақыт, мен так отырайықшы, жұрттың бәрі кітап оқып жатыр, біз де оқиықшы, құрсын. Бірнеше рет отырдым, так оқиықшы. Жоқ қоямын сразу. Дым қызық емес пе? Қызық емес маған ол. Мен студент болғанда тоже бір колледждің кітапханасына бардым. Абай жолын алайықшы, сразу. Так болды, мен кітап оқимын деп, сразу Абай жолын алып қойдым. Еще помню, ол кітапты алдым, дүкенге кірдім, өзіме чипс алдым, ананы алдым, қазір кітап отырып, күшті тамақ жеп, ананың бәрін оқимын деп. Әйтеуір келдім общагаға, ана кітапты аштым, чипсін бәрін аштым, бәрін жеп қойдым, бірде бір сөз оқымадым ана чипсы көрмегендей, бәрін жеп қойдым, құрсын, все, кеттім, ұйықтаймын деп. Не знаю, маған қызық емес ол. Бірақ негізі адам кітап оқу керек. Бірақ маған ол қызық емес. Білмеймін. Мүмкін алдағы уақытта соған келетін шығармын. Өйткені қазір бәрі әлеуметтік желілерде өзіне не керек, соның бәрін GPT, бәрі сол жерде ғой. Бірақ маған негізі қатты керек болса, қызық болса, мен оқимын. Если маған өзіме керек болса, ал былай жұрттың бәрі оқып жатыр, мен де оқу керекпін, оқиын деген ондай жоқ. Кішкентай кезіңізде кім болғыңыз келді? Ол сол жұлдыз болғым келді. Бір танымал болғым келді. Көп сайыстарға қатыстым, музыкалық сайыстарға қатыстым. Жүлделі орындарға ие болдым. Сосын кім тағы депутат болғым келді, айтпақшы. Мен енді бала болғанда мен ойладым, депутат болу вообще күшті. Ақша көп па? Ақша көп, депутат болғым келді. Маған еще сол бала болғанда бір депутат өзінің несін, значогын маған сыйлады, үйде жатыр. Соны бәрін киіп қоямын, мектепке барым, сол значокпен. Ешкім ұқпайды, мынау немене депутат болып кеткен ба деп. Сол депутат болғым келді, бірақ қазір болғым келмейді депутат. Вот. Сол жұлдыз танымал болғым келді. Өзіңіз кім болғың келеді? Мен осы жолды ары қарай қуалап, мысалы, ары қарай актер, жүргізуші, ары қарай билікке қарай ұмтылсам деймін. Өйткені мен кішкентай кезімнен маған кім келіп сұраса да, кім боласың деген кезде мен кішкентай кезімнен президент боламын деп айтқан екенмін. Бірақ президент болу қиын. Қаншама жүк қой. Қаншама жүк. Мен кейде ойлаймын, вообще президенттер вообще ұйықтай ма?
ол қиын негізі президенттің жұмысы. Иә. Одан да сначала танымал бол, тележүргізуші бол, сосын как раз сені халық уже біледі, таниды, и уже президентке үміткер болғанда сен уже бәрі біледі, уже все. Жаңадан туған адам емессің сен уже. Так, сен кім болғың келеді? бір танымал болғым келеді. Жоқ, дұрыс негізі. Сіздің арманыңыз орындалды ма? Ой, көп арманым орындалды. Номер 1 қандай неңіз ол? Номер 1 сол танымал болу. Енді Орындалып келе жатыр. орындалып келе жатыр енді. Қандай тағы да арманым болды. Бірақ ол қатты бар арман дегенде мақсат. Үй алу, үй алдық, Құдайға шүкір. Машина алдық. Бәрі бар, нормально бәрі. Вот. Главное еңбектену керек қой. Көбісі ойлайды, ақша аспаннан түседі. Оған біреу төлеп жатыр. Қазақстанда мақтап отырғаны үшін, қазақтарды мақтап отырғаны үшін, біреу төлеп жатыр деп ойлайды кейде маған адам. Я говорю, ойбай, мен қаншама мақтадым, ол мен уже миллионер болу керекпін негізі. Соның бәріне төлесе маған. Ол үшін ақша төлейтін болса бәрін сатып алатын едім. Иә, бәрін уже сатып алушы едім. Мен уже яқта мен жүруші едім. Сіз домбыраны қанша жасыңызда үйрендіңіз? Мен осы 1-2 жыл бұрын домбыра тартып үйренгім келді. Бірақ мен солақаймын. Домбыраны адамдар басқа жаққа ұстаса, мен басқа жаққа бүйтіп алып отырамын да. Сол маған сәл ыңғайсыз. Бірақ үйреніп алуға болады. Мен көп достарым бар, домбырада ойнайтын, солақай. Домбырада бала кезімнен тоже ойнаймын. Мен сол домбыра үйірмесіне жаздырды. Сұраған жоқ, хочешь не хочешь, жаздырды. Бардық, енді не істейміз енді. Бардық, үйрендік. Тоже еш өкінбеймін. Осы домбыраның арқасында ғой мен Димашпен бір сахнада тұрып ән айттық. Тоже арман болды Димашпен бір сахнада тұрып ән айту деген. Ол арманымды бірінші президент орындады. Мен соны айтуға ешқашан жалықпаймын. Өйткені маған қалай айтты. Ол Павлодарға келгенде мен Балқадишаны домбырада ойнадым президентке, бірінші президентке. Ол айтты, қазір домбырада ойнайсың, маған ұнаса қалай сен ән айтқан. Мен сені Астанаға концертке шақырамын. Мен әнді айттым, сосын 2 ай өте келе маған звондап тұр, айтты, не, сізді концертке шақырамыз. И сосын концертте сахнаға қазір репетиция болды ғой енді. Сахнаға енді Балқадишанімен қазір шығады Алексей Лодочников, Алау тобы мен Димаш Құдайберген. Сонда маған сол ұйымдастырушылар жақында айтады, осы Димашпен сіздің сахнада тұрғаныңызда, ол енді елбасының сізге жасаған сыйлығы. Вот. Поэтому сонымен мақтанамын мен. Адамдар жаман пікір жазса ренжімейсіз бе? Ренжімеймін. Нормально. Әрине енді жаңадан ғана енді мен блогер болам дейтін адамдар үшін хейт келсе, әрине олар ренжиді. Өйткені соған енді олар енді не привыкли орысша айтқанда. Нормально, смотря не жазады еще. Адам енді неше түрлісін жазады ғой. Кейде жазады, семіріп алдың что-то сен. Бізде запросто ғой негізі сондай жазып қойды. Мен айтамын, енді жарайды, енді сіздің наныңызды жеп жатқан жоқпын ғой, енді нормально. Неше түрін жазады енді, бірақ нормально қараймыз. Ол да охват көтереді ғой. Адам комментарий жасау охват көтереді. Олар ойлайды, қазір мен оған ну-ка бірдеңе жазайыншы, кішкене настроениямды бұзайыншы. А мен наоборот соны басқаша қараймын. Маған ол охват көтереді. Анау жаман жерлеріңізді көрсетседе дұрыстайтын. Дұрыстайтын типа. Болады сондай адамдар. Нормально все. Алексейді дұрыстайын, мына жерді дұрыс емес деп жазатындар ма? Ой, вообще ондай адамдар көп. Кейде бір енді қате кетіп қалады. Осылай емес, осылай деп. Или мысалы даже семіріп алдым деп маған жазады, мысалы, иә. Мен сосын кіремін ол адамның парақшасына. Көрейінші, кім жазды вообще, өзі адам қандай екен. Өзі менен де 5 есе үлкен. Бірақ жазады ондай. Жарайды, мен ондай адамдарға ренжімеймін. Мүмкін жұмысы жоқ шығар, скучно үйде отыру. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда мен немен айналысам? Ештеңе. Жатам. Бірақ менің ойымша адам бос уақыты жоқ сияқты. Жоқ, бос уақыт. Жатқанда да бірдеңемен айналысып жатады ғой.
тикток қарайсың, трец оқисың, өсектің бәрі сол жерде ғой, трец. Менің бір бос уақытым болса, мен шетелге шығам. Мен шетелге шыққанды ұнатамын мен. Өйткені ол адамды өзгертеді, шетелге шығамын. Көзін ашады. Мысалы, бізде көп отырады ғой, ой, жаман өмір сүріп жатырмыз, анау қымбат деген сияқты. Мен айтам, мысалы, адам біз қалай өмір сүріп жатқанын, соны түсіну үшін басқа елдерге шығуге, көруге, басқалар қалай өмір сүріп жатыр. Мен мысалы көп елдерге шығамын. Мен мысалы жылына 5 рет шығамын әртүрлі елдерге. Көп көремін. Біз Құдайға шүкір жақсы өмір сүріп жатырмыз. Иә, қымбатшылық бәр жерде бар. Бүкіл жерде бар. Бәрі қымбаттап жатыр. Әне Америкаға барып келдім. Қаншама ақша кетті. Басқа елдерге шығамыз. Біз тәуба жақсы өмір сүріп жатырмыз. Иә, одан да жақсы өмір сүретін жағдайымыз мүмкін болған шығар. Мен білмеймін. Бірақ дегенмен де басқа елдермен салыстырғанда жақсы өмір сүреміз. Сондықтан мен бос уақытымда шетелге шығамын. Сізге ұнаған ең жүрегіңізден шыққан саяхат Америкадан басқа? Америка өзіме қатты ұнады, сондай номер 1 деп мен айта алмаймын. Иә, әрине әр адам баласы Америкаға барып келіп армандайды. Өйткені фильм көреміз, Один доманың өзі да. Соны елестетеміз ғой, кино, как в кино деген еді. Бірақ барасың Америка, ол басқаша. Иә, әрине әдемі, соның бәрін. Біздікідей емес. Бірақ маған Вьетнам ұнайды. Мен білмеймін неге маған Вьетнам ұнайды. Табиғаты бар, суы бәрі бар. Иә, халқы енді кішкене кедей тұрады, бірақ өтте сондай бар ақ көңіл, өмірді сүйетін сондай бір халық. Маған ұнайды Вьетнам. Мен жыл сайын Вьетнамға барам. Қаңтар, ақпан айларында мен Вьетнамға барып тұрамын. Бірақ енді Америкаға барып келдім, бүкіл ақшам сол Америкада қалып қойды. Енді бүкіл енді қазір жаңадан ақша жинап Вьетнамға барып келемін. Қазір мен наурыз айында Дубайға барам. Мен өзімнің жобам бар, жұлдыз болғым келеді деген. Ол балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне арналған музыкалық жоба. Алғаш рет өткен жылы өткіздік, и басты сыйлықтардың бірі сол Дубайға жолдама болды. Маған айтады, мысалы, сен оларға басқа сыйлық, ақшалай сыйлық сыйламадың, неге Дубайға жолдама? Өйткені мен айтам, ол балалар ел көрсін, жер көрсін. Олар Дубайдың өмірін көрсе, мүмкін олар да жақсы өмір, біз де солай өмір сүргіміз келеді деген енді понятиясы өзгеретін шығар. Вот енді 4 бала сол Дубайға жолдама ұтып алды. Сол наурыз айының басында мен сол балаларды Дубайға апарамын. Сізге қиын кезде кім немесе не күш береді? Так. Трец. Маған сондай бір қиын болады деп мен айта алмаймын. Шүкір, бәрі жақсы. Бірақ даже маған қиын болса, мен ешкімге жазбаймын, айтпаймын. Ой, маған қиын, көмектесіңіздерші. Өйткені ол адам маған қалай көмектесе алады. Мүмкін ода да қазір бір жағдай нашар шығар. Мен білмеймін. Тек өзіне сенемін. Абай айтады ғой, өзіне сен өзіңді алып шығар деп. Сондықтан ешкімге так, вот мынау қазір маған көмектеседі, или мынау маған должен деп мен солай өмір сүрмеймін. Тек өзіне сенесің, өз еңбегіңмен бүкіл жетістіктеріне жетесің. Не күш қуат береді маған? Көресің Инстаграмда, адамдар күшті машинада жүреді, күшті әдемі үйлерде тұрады, саяхаттайды. Вот осы маған күш қуат береді. Тоже хочу. Отырмайық, жыламайық, құрсын. Сіздің қазір әлеуметтік желілерде қанша жазылушыларыңыз бар? Так, Инстаграмда менің қазір почти 360 мың оқырманым бар. ТикТокта 310 мың, кажется. Көп емес, кейбіреулер ойбай, біз ойладық, сізде миллион подписчик. Даже адам, мынау блогер ғой, мен білмеймін, қанша подписчигіңіз бар? Первый вопрос, қанша подписчик бар? Бәрі подписчикпен қазір саналады. Енді подписчик көп емес, бірақ зато качественный аудитория. Мысалы, сіздің мамаңыз, мүмкін әжеңіз, мүмкін мені көретін шығар. Сіз мысалы, балалар мені білмесе, бірақ олардың ата-аналары мені білуі мүмкін. Сіз қандай дін ұстайсыз?
Так, мен кәдімгі бір сондай бір мұсылман или христиан, буддизм деген мен кәдімгі дін қабылдаған жоқпын, бірақ мен атеист емеспін. Иә, мен Құдай бар екенін мен сенем, білем, сезем. Бірақ именно вот мұсылмандықты мен мысалы маған адам кейде ойлайды ғой, осы сіз қазақ тілін білесіз, сіз мұсылмандықты қабылдадыңыз ба, енді адам қазақ тілінде сөйлесе обязательно мұсылман болу керек па деген сияқты. Поэтому определенный бір дін қабылдаған жоқпын. Мен білем, иә, мүмкін там Құдай бар, мен бісміллә деп айта аламын, там Господи, там помоги деп, маған без разницы. Маған бастысы өзіне адал болсаң, сенімді болсаң болды, басқаларына жамандық тілемеу, вот сол ғой маған бастысы. Конечно, можно было, мен орыспын мысалы, иә, кейбіреулер солай жасайды, мұсылмандықты қабылдадым, и мысалы қазақтар соны вау, молодец, күшті деп, соны бүкіл жерге видеоға нетеді, просмотр жинайды, хайп жинайды, что ол мұсылмандықты қабылдады. Мен кейде ойлаймын, орыс бола тұрады. иә, соны үлкен бір культ личности жасайды ғой соны. Я говорю, енді жарайды, енді ол мұсылмандықты қабылдадың, енді басқаларға содан не өмірлері өзгере ма содан. Кейбіреулері хайп ретінде соны жасайды. Мен айтпай қояйын енді кім оны жасайтынын, бірақ мен олай жасамаймын. Өйткені ол личное. Мен оны біреу үшін мысалы қабылдасам даже, мен оны біреу үшін емес, өзім үшін соның бәрін жасаймын. Вот и все. Біз сияқты балаларға қандай кеңес бересіз? Сен қазір балаларға кеңес беру, бір ақыл айту опасно. Балалар қазір уже кәдімгідей біледі кім болғысы келеді. Қазір балалардан сұрашы кім болғың келеді. Там болашақта не істегің келеді, уже біледі кәдімгідей. Подправлять етіп тұрады, сен жоқ, мынау осылай емес, мынау осылай деп. Поэтому қандай ақыл кеңес, ешкімді тыңдамаңдар. Вот егер де өзінің сүйікті ісіңмен айналысқың келсе, ешкімді тыңдама, жаса соны. Хейтер болады, ол хейтердің ішінде мүмкін анаң да болуы мүмкін. Анаң енді әрине оны жамандық тілеп, жоқ балам оны жасама, жаман деп айтпайды соны. Енді бірақ если ты чувствуешь, что это вот во благо, ол сені жақсы жетістікке жетелейді, әкеледі деген, жаса, ешкім тыңдама. Мен мысалы TikTok жаңадан ғана түсіріп жатқан кезде менің көп достарым ойбай не істеп жатсың сияқты там видео түсіріп там бірдеңке. Енді ұнамаса қарамаңдар. Сіздер үшін емес. Уақыт өте келе енді просмотр жиналды, подписчик жиналды, ақша келді. Ол адамдардың өздері уже маған келіп жақындайды, қарызға бере аласың ба деп. Вот. Отрекламируй мой бизнес деген сияқты. Поэтому ешкім тыңдамаңдар. Делайте и все. Пусть кто что хочет, то и говорит. Студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Достар, сіздер лайк басып, каналымызға жазыңыздар. Иә, достар, қазір адам ерініп кетті ғой, вообще лайк баспайды. Вообще осы негізі сұхбат жазу, ол үлкен еңбек негізі. Мен өткен жылы тоже қанша 15 подкаст жаздым осылай. Студияға қонақ шақырып, үлкен еңбек ол. Сценарий жазу, ана қонақты шақыру, соның бәрін сосын өңдеу, монтаждау, өте үлкен жұмыс. А сіздер тем более баласы, поэтому үлкендер лайк басыңыздар. Хотя мен үшін емес, балалар үшін лайк басыңыздар. 1 секунд. 1 секунд. Ол үшін ақша төлеудің қажеті жоқ. Зато балалар үшін үлкен шабыт мысалы, иә? Көп просмотр жинаса, ой, я еще хочу деп отырамыз ғой. Поэтому вот и все. Поэтому сендерге сәттілік. Рахмет. Вот енді мен ана подкасттың басында мен сіздерден сұрадым. Қаншама сіздерде 3-4 қонақ болды енді. Ең ұнаған сұхбат қандай екен? Сіздер айтыңыздар, Асаубек Айымбетов. Ал енді қандай? Только честно. Екеу болып тұр. Екеу болып тұр. Жақсы. Асаубек аға, ассалаумағалейкум. Сәттілік сендерге.